1 шілдеден бастап азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің функциялары мемлекеттік корпорацияға берілді. Жаңашылдық ел азаматтарының барлық мемлекеттік қызметті бір жерден алуымен азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің қызмет көрсету сапасын жақсартуды көздейді. Өзгерістер қызметтің корпорация иелігіне көшумен ғана шектелмейді. Сондай-ақ ақы төлеу бойынша да жаңашылдықтар енгізілді. Енді төлем мөлшерін мемлекеттік қызметтер көрсету саласында уәкілетті орын тағайындайды. Ал ақылы қызметтер қосылған құн салығы сомасына, яғни 12%-ға қымбаттайды. Айта кетейік, облыста бүгінгі күнге дейін корпорация 657 қызмет көрсетті. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалында 17 фронт-офис жұмыс жасайды. 16 халыққа қызмет көрсету орталығы, мамандырылған халыққа қызмет көрсету бөлімі. Бір кезекші бөлім халыққа қызмет көрсету орталығы бөлімі Петропавл қаласында Әуезов көшесі 157 мекен-жайы бойынша орналасқан. 1 шілдеден бастап, осы жылдың 1 шілдеден бастап облысымызда жергілікті атқарушы органдардан азаматтар арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы өзіміздің филиалымызға Солтүстік Қазақстан облысында азаматтық хал актілер тіркеу функциясы бөлімдері көшірілді. Ол былай айтқанда 13 аудандық бөлімдер және бір қалалық бөлім.